Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, қамыры илеуді қажет етпейтін, жарты сағатта дайын болатын медовик тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Өте қолжетімді заттардан дайындалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды саламыз, қант қосамыз, бал қосамыз, баяу отқа қойып араластыратын боламыз, барлық ингредиенттеріміз ерігенше. Барлығы толықтай ерігеннен кейін ас содасын саламыз, жақсылап араластырып тұрамыз. Асты жабысып кетпеуі керек бізде. Мінекей біздің массамыз осылай жақсылап көпіріп, қоңыр түске ене бастаған кезде отымыздың астын сөндіреміз. Бізде осындай масса дайын болды. Енді толықтай суығанын күтеміз. Басқа ыдысқа ауыстырып алсаңыздар болады. Толықтай суығаннан кейін жұмыртқамызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды саламыз. Барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйық масса дайын болды. Енді корждарымызды пісіретін боламыз. Мен осындай 3 бөлікке бөліп, 3 үлкен корж дайындайтын боламын. Немесе дөңгелек формада пісірсеңіздер болады, диаметрі өз қалауыңыз бойынша. Маған осылай ыңғайлырақ болды, әрі тез дайындалады. Осылай видеода көрсетілгендей жайып шықсаңыздар болады массамызды. Әр коржымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 3-4 минуттан пісіріп алатын боламыз. Тортымыздың кремін дайындайтын боламыз. Бөлме температурасында жұмсақ сары майымызға сгущенкамызды құямыз. Барлығын миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Сгущенкамызда бөлме температурасында болғаны дұрыс. Мінекей біздің корждарымыз дайын болды, жұмсақ болып пісіп шықты. Корждарымыздың шеттерін тегістеп, барлығын кесіп шығамыз. Коржымыздың барлығын тегістеп қойып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Корждарымыздың шеттері тортымыздың бетін әсемдеуге қажет болады. Блендердің көмегімен жақсылап ұнтақтап аламыз. Блендер болмаса, оқтаудың көмегімен ұнтақтасаңыздар болады. Енді тортымызды жинақтайтын боламыз. Корждарымызға дайындап алған кремімізді жағып шығамыз. Біздің креміміз сұйықтау болуы мүмкін, оған уайымдамаңыздар. Қазір корждарына сіңіп, тоңазытқышқа қойған кезде қататын болады барлығы.
Тортымызды жинап алғаннан кейін дайындап алған ұнтағымызды сеуіп шығамыз. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады әрі өте тез дайындалады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.